Әкеңіз қайтыс болған жоқ. Осы сөзді естіген сәтте Ержанның қолындағы телефон жерге түсіп кетті. Не дедіңіз? Әкеңіз өлмеген, мен оны кеше көрдім. Телефонның ар жағындағы бейтаныс дауыс дірілдеп тұрды. Ержанның жүрегі тарсылдап қоя берді. Бұл мүмкін емес еді. Өйткені оның әкесі 22 жыл бұрын қайтыс болды деп жерленген болатын. Ержан Алматыдағы ең бай кәсіпкерлердің бірі еді. 40 жасында бірнеше құрылыс компаниясының иесі атанды. Қымбат көліктер, зәулім үйлер, шетелдегі демалыстар, ақша. Көп адамның арманы болған өмір. Бірақ оның жан дүниесінде ешкім көрмейтін бір бос кеңістік бар еді. Ол әкесінің орны. Ержан 8 жаста болғанда әкесі жоғалып кеткен. Бір күні жұмысқа кетіп қайта оралмаған. 3 ай іздеді. Полиция іздеді, туыстар іздеді. Ақыры таудан табылған белгісіз мәйітті әкесі деп танып жерлеген. Содан бері бәрі аяқталғандай көрінген. Анасы жалғыз өзі өсірді. Күндіз еден жуды, түнде тігін тікті, баласын оқытты. Аш қалған күндері де болды, бірақ Ержанды ешқашан аш қалдырмады. Балам, адал бол, адамның ақысын жеме, деп отыратын анасы. Ал Ержан кедейліктен қатты шаршаған еді. Сол себепті өмірде бір мақсат қойды. Бай болу. Тек бай болу. Және ол мақсатына жетті. Бірақ сол жолда бірте-бірте өзгеріп кетті. Анасына уақыт бөлмейтін болды. Намаз оқуды кейінде қалдырды. Туыстардан алыстады. Көмек сұрағандарды жақтырмайтын болды. Оның ойынша өмірде бәрін ақша шешетін. Сол күні ол үлкен келісім шартқа қол қойып отырған. Миллиондаған табыс әкелетін жоба. Кенет хатшысы кіріп келді. Ержан мырза, бір қария сізді іздеп келді. Қабылдамаймын. Бірақ ол өте алыстан келіпті. Айттым ғой, қабылдамаймын. Бірақ хатшы кетпеді. Ол кісі тек мына суретті беруді өтінді. Сурет үстелде қойылды. Ержан бірден қатып қалды. Ескі қара ақ сурет. Онда кішкентай бала әкесінің иығында отыр. Сол бала өзі. Ал иығындағы адам әкесі еді. Бұл сурет қайдан келді? Қария берді. Ержан орнынан атып тұрды. Қайда ол? Бірақ күзетші келгенде қария кетіп қалған еді. Сол түні Ержан ұйықтай алмады. 22 жылдан бері жоғалып кеткен сурет. Оны тек отбасы ғана білетін. Бөтен адамның қолына қалай түсті? Келесі күні таңертең анасына барды. Анасы шағын үйде жалғыз тұратын. Есікті ашқанда қуанып қалды. Балам, келдің бе? Анашым, мына суретті танисыз ба? Анасы суретті көріп өңі қашып кетті. Қолдары қалтырай бастады. Мұны қайдан алдың? Бір қария берді. Анасының көзіне жас келді. Бұл сурет жоғалып кеткен еді. Әке туралы маған бәрін айттыңыз ба? Анасы үнсіз қалды. Бірнеше секунд, 1 минут. Ақыры ауыр күрсінді. Жоқ. Ержан селк ете қалды. Не айтқыңыз келеді? Әкең жоғалған күні маған бір хат қалдырған. Қандай хат? Мен оны саған ешқашан көрсетпедім. Неге? Анасының көзіне жас домалап түсті. Өйткені ол хатты оқысаң, әкеңді жек көріп кетеді деп қорықтым. Үй ішін ауыр үнсіздік басты. Анасы шкафтың түбінен ескі қорап алып шықты. Ішінен сарғайған конверт шықты. Ержанның жүрегі дүрсілдеп кетті. Бұл әкесінің соңғы хаты еді. Қолдары дірілдеп ашты. Хатта бір ғана сөйлем жазылған. Егер бір күні мені іздегілерің келсе, Қараөзенге барыңдар. Болды, басқа ештеңе жоқ. Ержан аң-таң болды. Қараөзен деген қай жер? Білмеймін балам. Неге бұрын айтпадыңыз? Өйткені сен бала едің, кейін бәрі ұмытылды деп ойладым. Сол күні кешке Ержан интернеттен Қараөзенді іздей бастады. Қазақстанда дәл сондай атаумен бірнеше ауыл бар екен. Қайсысы, неге, не үшін? Сұрақ көбейген сайын тыныштығы жоғалды. Ал дәл сол түні тағы бір оқиға болды. Үйінің есігіне белгісіз адам конверт қалдырып кетіпті. Ішінде бір ғана қағаз, онда былай жазылған. Әкеңді көргің келсе, жалғыз кел. Ешқандай қолтаңба жоқ.
ешқандай түсініктеме жоқ, деп төменгі жағында мекенжай тұр еді. Ал ол мекенжай дәл Қараөзен ауылына апаратын жолдың бойында орналасқан болатын. Ержан алғаш рет ақша шеше алмайтын жұмбақтың алдында тұрғанын түсінді. Ал ол жұмбақ оның бүкіл өмірін өзгертуге жақын еді. Ержан конвертті қолына ұстаған күйі ұзақ отырды. Әкеңді көргің келсе, жалғыз кел. Жалғыз. Бұл сөз оның жүрегіне ауыр тас болып түсті. Бұл біреудің қалжыңы емес, деді ол өз-өзіне. Бірақ кім? Неге дәл қазір? 22 жыл бойы ешкім қозғамаған жараны кім қайта ашты? Таң ата Ержан жолға дайындалды. Жүргізушісіне де күзетшісіне де айтпады. Телефонын қалтасына салып, қара джипке отырды. Жол бойы терезеден сыртқа қарап келе жатты. Бір сәтте ішкі дауысы мазалады. Егер бұл өтірік болса ше? Егер бұл жай ақша боп салау болса ше? Бірақ жүрегінің түбінде басқа сезім бар еді. Қорқыныш емес, үміт. Ауылға апаратын жол бұралаң, ескеді. Жол бойында жарық жоқ. Тек көлік шамы ғана қараңғылықты тіліп келеді. Сол сәтте телефон шыр етті. Анасы. Я, мама. Балам, қайда бара жатырсың? Дауысы дірілдеп тұр. Бір шаруамен. Ержан, өтірік айтпа, мен түс көрдім. Қандай түс? Анасы үнсіз қалды. Әкеңді көрдім. Ержанның қолы дір ете түсті. Ол тірі сияқты болды, бірақ маған қарамады. Мама, бұл жай түс. Жоқ, балам, ол сені шақырып тұр. Телефон өшіп қалды, сигнал жоқ. Қара жол басталды. Түске жақын ол Қараөзенге жетті. Ауыл тым-тыныш, адам аз, ескі үйлер, шаң басқан көшелер. Бірінші кездескен адам мал айдап бара жатқан бала. Қараөзенде бір қария бар ма? Деді Ержан. Бала үндемеді, сосын жай ғана. Мұнда қария көп. Және кетіп қалды. Ержан ішін бір суық сезім қысты. Ауыл дүкеніне кірді. Ескі әйел шай ішіп отыр екен. Апа, мен бір адамды іздеп жүрмін. Кімді? Ақсақалды қария. Әйел бірден түрін өзгертті. Сен ол туралы сұрама. Неге? Ол адам бұл ауылға жақсылық әкелмейді. Ол қайда тұрады? Әйел терезеге қарады. Қараөзеннің шетінде, ескі үйде. Ол кім өзі? Әйел ауыр күрсінді. Ол келген адамға өткенін көрсетеді, бірақ бәрі онымен қайта оралмайды. Ержанның арқасынан мұздай тер шықты. Не айтқыңыз келіп тұр? Бірақ әйел жауап бермеді. Кешке қарай Ержан әлгі үйді тапты. Ескі, жартылай құлаған, айналасы бос. Тек бір терезеден әлсіз жарық көрінеді. Ержан есік алдында тұрды. Қолын көтерді. Бірақ тоқтады. Ішінен дауыс шықты. Кірме. Бірақ ол есікті ашты. Іште шам жанып тұр. Үстелде бір ғана адам отыр. Ақ сақалды қария. Баяу басын көтерді. Келдің бе, Ержан? Ержан селк етті. Сіз мені танисыз ба? Қария жымиып қойды. Сен мені танымайсың, бірақ мен сені білемін. Менің әкем қайда? Қария үнсіз қалды. Сосын орнынан тұрды. Үстел үстінде бір папка бар екен. Отыр. Жоқ, алдымен жауап беріңіз. Қария көзіне тіке қарады. Егер шындықты білсең, өмірің бұрынғыдай болмайды. Маған бәрібір. Қария ауыр күрсінді. Жақсы, онда тыңда. Ол папканы ашты. Ішінен құжаттар шықты. Суреттер, ескі жазбалар. Ержанның жүрегі тоқтап қалғандай болды. Суреттерде оның әкесі тірі. Әр жерде, әр түрлі жылдары. Бұл мүмкін емес, деді Ержан. Сенің әкең өлген жоқ, деді қария жай ғана. Ержан орнынан атып тұрды. Сонда неге біз оны жерледік? Қария көзін төмен салды. Өйткені ол өзі солай болуын қалады. Тыныштық. Сол бір сөз бөлмені қақ жарып өтті. Не? Ол өзін жасыруға мәжбүр болды. Неге? Қария терезеге қарады. Өйткені ол әділдік үшін күрескен. Тыныштық. Сол бір сөз бөлмені қақ жарып өтті. Не? Ол өзін жасыруға мәжбүр болды.
Неге? Қария терезеге қарады. Өйткені ол әділдік үшін күрескен. Қандай әділдік? Қария қайта отырды. Сенің әкең қарапайым адам емес еді. Ол инженер болатын. Жоқ. Ол сен ойлағаннан әлде қайда үлкен істің ішінде болды. Ержанның басы айнала бастады. Түсінбеймін. Қария папканың соңғы бетін ашты. Ол бір үлкен жемқорлықты ашты. Және сол үшін оны өлтірмек болды. Ержан үнсіз қалды. Бірақ ол қашып үлгерді және өзінің өлімін қолдан жасады. Сонда анам ше? Ол бәрін білді. Ержан артқа шегінді. Бұл өтірік. Жоқ, Ержан, бұл шындықтың тек басы. Қарияның даусы бәсеңдеді. Бірақ ең қорқыныштысы әлі айтылған жоқ. Ержан оның көзіне қарады. Тағы не бар? Қария жай ғана бір сөйлем айтты. Сенің әкем сені қорғау үшін жоғалған жоқ. Ол сені бір адамнан жасыру үшін жоғалды. Кімнен? Қария көзін қысты. Өзіңнен. Сол сәтте шам бір сәтке сөнді. Бөлме қараңғылыққа батты. Ал сыртта бір көлік тоқтады. Есіктің алдында аяқ дыбысы естілді. Және бір ер адамның дауысы. Ержан, шық. Ол дауыс өте таныс еді. Есіктің сыртындағы дауыс қайта естілді. Ержан, шық. Осы бір ғана сөз. Бірақ дәл сол сәтте Ержанның денесі мұздап кетті. Өйткені ол дауысты танитын еді. Өте жақсы танитын. Бұл мүмкін емес, деп сыбырлады ол. Қария орнынан қозғалмады. Тек жай ғана. Енді сен шындықтың есігін аштың. Артқа қайту жоқ. Ержан есікке жақындады. Қолын тұтқаға қойды, бірақ тоқтады. Кімсің? Деді дауыстап. Сырттағы адам үнсіз қалды, сосын ауыр күрсінді. Мен сенің әкең туралы шындықты білетін жалғыз адаммын. Ержан есікті ашты. Сыртта орта жастағы ер адам тұрды. Қара пальто, салқын көзқарас. Бірақ ең қорқыныштысы, оның көзінде Ержанның бала кезіндегі бір естелік бар еді. Сіз, деді Ержан. Ер адам жай ғана басын изеді. Иә, мен сені кішкентай кезінде көргенмін. Сіз менің әкемді білесіз бе? Білемін. Осы кезде артта тұрған қария да шықты. Енді бәрі жиналды, деді ол баяу. Ер адам ішке кірді, есікті жауып алды. Мен өз атымды айтпаймын, бұл маңызды емес. Маңызды емес пе? Ержан ашуға буықты. Сіз менің әкем тірі дедіңіз. Ол тірі. Онда қайда ол? Үнсіздік. Сосын әлде ер адам папканы ашты. Сен әкеңді өлді деп ойладың, бірақ шын мәнінде ол екі өмір сүрді. Қандай екі өмір? Бірі әке ретінде, екіншісі қауіпті шындықты білетін адам ретінде. Ержан басын ұстап қалды. Мен ештеңе түсінбей тұрмын. Ер адам Ержанға тіке қарады. Сенің әкең мемлекеттік деңгейдегі үлкен схеманы әшкереледі. Ол тек инженер емес еді. Ол жүйенің ішіндегі адам болған. Ержанның жүрегі қатты соқты. Және бір күні ол маған келді, деді ер адам. Ол маған, егер маған бірдеңе болса, баламды қорға, деді. Ержан селк етті. Сіз мені білдіңіз бе? Ер адам басын изеді. Иә, мен сені бақылап жүрдім. Сен қауіпті едің. Ержан бір қадам артқа шегінді. Сонда мені кімнен қорғадыңыз? Ер адам ауыр тыныстады. Өзіңнің әкең ашқан адамдардан. Олар өте қауіпті. Олар сенің бар екеніңді білсе, сені де жояды. Сол сәтте қария сөйледі. Ал енді ең бастысы, Ержан оған қарады. Сен әкеңді көресің. Жүрегі тоқтап қалғандай болды. Қайда? Қария жай ғана айтты. Ол осы ауылда. Ержан есеңгіреп қалды. Мені мазақтап тұрсыздар ма? Жоқ, деді ер адам. Ол тірі. Бірақ ол өзін әлемнен толық жасырып тастаған. Ол тіпті өз есімін де қолданбайды.
Неге? Қария терезеге қарады. Өйткені ол тірі болса ғана, сен де тірісің. Сол сәтте үйдің сыртынан көлік дауысы естілді. Кенет жарық сөнді, қараңғылық. Не болып жатыр? Деді Ержан. Ер адам тез сөйледі. Бізді тауып қойды. Кім? Бірақ жауап болмады. Сырттан аяқ дыбыстары жақындап келе жатты. Жасырыныңдар, деді қария. Ержан не істерін білмей қалды. Бірақ есік қатты соғылды. Бам! Тағы да бам! Ержан Сейітов, аш есікті! Бұл дауыс бұйрық беріп тұрғандай. Қорқынышты, таныс емес, бірақ өте қауіпті. Ер адам Ержанның қолынан ұстап. Шықпа, егер шықсаң, бәрі бітті. Бірақ олар кім? Ер адам қысқа ғана жауап берді. Сенің әкеңнен қалған адамдар. Ержанның әлемі төңкерілді. Бұл мүмкін емес. Менің әкем жаман адам болған жоқ. Қария күрсінді. Ол жаман болған жоқ. Ол тек шындықты білді. Ал шындықты білетін адамдар ұзақ өмір сүрмейді. Сол сәтте үйдің артқы терезесі сындырылды. Шық! Олар ішке кіріп жатыр, деп айқайлады біреу. Ер адам Ержанға қарады. Қазір шешім қабылда. Не? Қалсаң өлесің. Барсаң әкеңді көресің. Ержанның көз алдында анасы елестеді. Оның әлсіз қолдары. Адал бол деген сөзі. Сосын бала кезіндегі әкесі. Иығында өзі отыр. Ол шешім қабылдады. Мен барамын. Ер адам басын изеді. Онда жүр. Үшеуі артқы есік арқылы сыртқа шықты. Қара түн, жел және бір ғана жол. Орманға қарай. Артта айқай естілді. Тоқта! Бірақ олар жүгірді. Орман ішінде Ержан демі үзіліп бара жатты. Қайда барамыз? Ер адам. Ол жерде. Кім? Әкең. Сол сәтте ағаштардың арасынан жарық көрінді. Кішкентай үй. Өте қарапайым. Бірақ ішінде бір адам өмір сүріп жатқандай. Ержан есік алдына келді. Қолын көтерді. Бірақ жүрегі тоқтап қалды. Егер мен кірсем, өмірім өзгере ме? Қария жайған айтты. Сенің өмірін әлде қашан өзгерген. Ержан есікті ашты. Іште бір ер адам үстел басында отыр еді. Баяу басын көтерді. Ержан оны көрген сәтте көзінен жас еріксіз шықты. Әке? Ал қарсы алдындағы адам жай ғана сыбырлады. Балам, кешір мені. Осы сөзді естіген сәтте Ержанның бүкіл әлемі бір сәтке тоқтап қалғандай болды. Алдында отырған адам, бұл оның әкесі еді. Тірі, шаршаған, қартайған. Бірақ көзінде сол баяғы мейірім бар. Ержан бір қадамды алға баса алмады. Сіз тірісіз бе? Дауысы дірілдеп шықты. Әкесі басын изеді. Үнсіздік. Сол үнсіздік ішінде 22 жылдық сағыныш, өкпе, ашу, сұрақ, бәрі бір-ақ сәтте жарылып кетті. Неге? Деп айқайлап жіберді Ержан. Неге бізді тастап кеттіңіз? Әкесі көзін төмен салды. Мен сендерді тастаған жоқпын. Мен сендерді қорғадым. Сол сәтте қария ішке кірді. Ер адам есік алдында күзетіп тұрды. Әке баяу сөйледі. Ол күнді есіме түсір. Мен жоғалған күнді ме? Әке терең тыныстады. Мен сол күні үлкен құжаттарды таптым. Бір компания емес, тұтас жүйе еді. Адамдардың өмірін сатып отырған жүйе. Мен оны ашсам, сендер өлетін едіңдер. Ержан қатып қалды. Сонда сіз... Мен өз өлімімді қолдан жасадым. Өйткені олар мені іздесе, алдымен сендерге тиетін еді. Ержанның көзіне жас келді. Сонда біз сіз үшін 22 жыл азап шектік пе? Әке басын шайқады. Жоқ. Сендер өмір сүрдіңдер. Ал мен тірі қалдым. Бірақ өз өмірімді жоғалттым. Сол кезде қария сөйледі. Біз сені бала кезінде алып кеткенбіз. Сен қауіпте едің. Сондықтан әкең сені басқа жерге уақытша жасырды.
Ержан шошып кетті. Мен ешқайда кеткен жоқпын ғой. Қария ауыр күрсінді. Сенің кейбір естеліктерің өшірілген. Қауіпсіздік үшін. Ержан басын ұстап қалды. Бұл мүмкін емес. Әке орнынан тұрды. Бұл шындық балам. Мен сені жоғалтқан жоқпын. Мен сені құтқардым. Сол сәтте сырттан қатты дауыс естілді. Үйді қоршадық! Ер адам жүгіріп кірді. Олар келді, көп! Қария сабырмен сөйледі. Уақыт аз. Әке Ержанға қарады. Сенің келуің менің ең үлкен тәуекелім. Бірақ енді сен шындықты білдің. Енді шешім сенде. Ержан көз жасын сүртті. Қандай шешім? Әке жай ғана айтты. Қалсаң, менімен бірге жоғаласың. Барсаң, өмір сүресің. Бірақ шындықты ешқашан ұмытпайсың. Ержан терезеге қарады. Сыртта қарулы адамдар. Қауіп, қорқыныш, өлім. Сосын анасының бейнесі келді. Оның әлсіз дауысы. Адал бол. Ержан әкесіне қарады. Мен сізді қайта жоғалтпаймын. Әке басын шайқады. Балам, кейде шын махаббат жіберу. Сол сәтте Ержан есікке қарай жүрді. Мен барамын. Бірақ бір нәрсені білгім келеді. Әке, не? Сіз мені жақсы көрдіңіз бе? Әке көзіне жас алып. Мен сені үшін өлсем де қарсы емеспін. Ержан есікті ашты. Сыртта айқай, адамдар, жарық, қауіп. Бірақ ол тоқтамады. Алғаш рет өмірінде қорқынышты емес, шындықты таңдады. Кейін не болды? Сол түні арнайы қызмет келіп, бәрін тоқтатты. Қара жүйе әшкереленді. Қария бұрынғы тергеуші екені анықталды. Ер адам әкесінің сенімді серігі. Ал әкесі ол куәгерлерді қорғау бағдарламасына алынған адам болып шықты. Бірақ ең ауыр шешім сол жерде қалды. Әке мен бала қайта ұзақ бірге бола алмады. Ержан тек бір-ақ рет қоштасты. Аурухана тәрізді жасырын мекенде. Балам, енді сен еркінсің, деді әкесі әлсіз дауыспен. Ал сіз ше? Мен өз өмірімді аяқтадым. Бірақ жүрегім тыныш. Ержан қолын ұстады. Мен сізді енді жоғалтқым келмейді. Әке күлімсіреді. Біз ешқашан жоғалған жоқпыз. Тек уақыт бізді бөліп тұрды. Сол күннен кейін әкесі көз жұмды. Тыныш, сабырмен. Ал Ержан алғаш рет намазға бет бұрды. Байлық емес, кек емес, тек ішкі тыныштық іздеді. Кейін ол анасына бәрін айтты. Анасы ұзақ жылады. Мен оны кешірдім, деді ол ақырын. Өйткені ол бізді сақтап қалды. Ержан сол байлығын өзгертті. Көмекке мұқтаждарға садақа берді. Балаларға оқу орталығын ашты. Ата-ананы құрметтеуді насихаттады. Бірақ ең бастысы, ол әкесінің есімін ұмыттырмады. Жылдар өтті. Ержан бір күні сол Қараөзенге қайта барды. Ескі үй. Бос. Тек қабырғада бір нәрсе ғана қалыпты. Сол ескі сурет. Әкесі иығында отырған бала. Ол суретке қарап ұзақ тұрды. Мен сені түсіндім, әке, деді ол сыбырлап. Кеште болса. Сол сәтте жел қозғалды. Сурет сәл тербелді. Ал Ержан жүрегінде ауыр болса да, тыныштық сезді. Өйткені ол енді білді. Кейде Алла адамды жоғалтпайды. Тек сынақ арқылы тәрбиелейді. Бұл оқиғадан қандай ғибрат алдыңыз? Пікірге жазыңыз.